мына қазіргі кезде халықтың талқылауына, қоғамдық талқылауына осы Конституциялық комиссия дайындаған жаңа конституциясының жобасы шығарылды. Біз негізінде бұл құжат жаңадан шыққан деп айтуға болмайтын сияқты. Кейбір қазір қарасам жерлерде біреулер айтады, немене бір апта ішінде осындай мазмұнды, осындай мағыналы құжат дайындауға бола ма деп күмән айтып жатыр. Бұл пікірге, бұндай пікірмен келісуге болмайды. Себебі бұл жұмыс кемінде жарты жыл бұрын басталған болатын. Біз бұл жұмысқа президент Тоқаевтың жолдаудан кейін 8 қыркүйекте, былтырғы жылы 8 қыркүйекте жариялаған жолдаудан кейін бірден парламенттік реформа бойынша жұмыс тобы құрылды. Сол жұмыс тобына партиямыз атынан өзім кірдім. Сол жұмыс тобы жарты жылдай жұмыс істеп, осы парламент реформа бойынша ұсыныстарды талқыладық. Партиямыз атынан елдің астам ұсынысты сол жұмыс тобына жібердік. Жалпы ол талқылау тек қана жұмыс тобының ішінде емес, сонымен қатар халықтан да, кез келген азаматтарымыздан, қоғамдық қозғалыстардан да ұсыныстар жиналған болатын. ЕГОВ арқылы, басқа да каналдар арқылы жиналды. Мен білгенімше тек қана парламент реформа бойынша 600-ден астам ұсыныс келіп түсті. Ал одан басқа конституциялық реформа бойынша 1600-дей ұсыныс жарияланды. Біз әрине сол, яғни бұл жұмысты осы жарты жыл бойы талқылап, аяғында осы құрылтайдағы президенттің сөзінен кейін, баяндамасынан кейін осы конституциялық реформасы бойынша арнайы комиссия құрылды. Соған Ақ жол партиясы атынан өзім және мәжіліс төрағасының орынбасары Дания Мадиқызы кіріп, партиямыздың көзқарасын, партиямыздың ұстанымдарын сол комиссия үстінде жарияладық. Бірнеше рет сөз сөйлеп, бірнеше рет өзіміздің аргументтерімізді айтып жұмыс істеп келе жатырмыз. Сондықтан бұл осы қазіргі кезде халықтың назарына ұсынған жоба аяқ астынан шыққан жоқ. Бұл үлкен жұмыстың, үлкен ұжымдық еңбегінің нәтижесі деп айтуға толық құқығымыз бар. Ал негізде осы конституциялық реформасының бастамасы тіпті былтырғы жылы емес, негізде 2022 жылдан бері бірінші конституциялық референдумның алдында, ол кезде президент Тоқаев жариялаған реформасының да жалғасы деп санаймыз. Есіңізде болса, ол кезде бірнеше өте сондай маңызды өзгерістерге жол берілді. Оның ішінде Сенат пен мәжіліс арасындағы қарым-қатынастарға тиесілі қазіргі кезде бұл өзгерістер тіпті жаңа бір сондай, меніңше, өте ұтымды форматқа келді. Мына қазір талқыланатын жобасына бірнеше Ақ жол партиясы бұрыннан тіпті не дейміз, өз ұстанымдарға сай ұсыныстарды жариялаған өзгерістер бар. Мысалы, бір палаталы парламентке көшуді Ақ жол партиясы 2017 жылдан бері ресми түрде парламенттік деңгейде, парламенттік мінбеден көтерген бастама болған. Партиялық тізіммен парламенттік сайлау, бұл да біздің партиямыздың дәстүрлі қалыптасқан көзқарасы. Конституцияда өзіміздің ұлттық ұстанымдарымызды, терең 1000 жылдық тарихы бар мемлекеттілігімізді пайдалана отырып, қазіргі өзгерістерді заманға сай келтіру сияқты басқа да өте сондай жүйелі қағидаттары пайдаланып жатыр бұл жобада. Сол жайында енді меніңше
біз тағы да айтамын, Далия Малиқызымен екеуміз партиямыз атынан Конституциялық комиссияда сөз сөйлегенде біздің пікірімізді білдірдік, және де осы бұл жоба бірнеше партиямыз бұрыннан жариялаған ұстанымдарды қосылғаннан кейін әрине оны қолдауға болады деп санаймын. Және де келе жатқан партиямыздың ұлттық кеңесінің пленумының үстінде сол көзқарасты қолдауға шақырамын. Бірақ оны әрине фракциямыз атынан біз қарастыруымыз керек, және де оны партиямыздың президиуміне де ұсынуымыз керек. Сол себептен бұл ұсынысымды, бұл пікірімді ортаға салып отырмын. Құрметті әріптестер, кімде қандай ұсыныс, қандай пікір болады деп келіңіздер, айтыңыздар.